Жазғы дөңгелекпен жүргендерге қанша теңге көлемінде айыппұл салынады? Жедел профилактикалық іс-шарасы қалай өтті? Төленбей жүрген айыппұлы бар жүргізуші тіркелді ме? Статистика алдамайды, сандар сөйлесін. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Жазғы дөңгелекпен жүрген жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ауа райы салқындап, жауын-шашынның көп түсуі нәтижесінде тас жолдардың тайғақ болуына байланысты көлік құралдарының еркін қозғалысына қиындықтар туындауы мүмкін. 1 желтоқсаннан бастап автокөлік дөңгелектерін қысқы үлгідегі дөңгелекке ауыстыру қажеттігі туралы жүргізушілерге қатаң ескертіледі. Бұл талапты орындамау, яғни жазғы маусымдық үлгідегі дөңгелектерді қысқы маусымда пайдалану көлік жүргізушілеріне 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 18.460 теңге көлемінде айыппұл салынуына әкеледі. Қысқы дөңгелектер көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Тиісті дөңгелектермен жабдықталмаған көлік құралдары қысқы маусымда апаттық жағдайларға себеп болуы мүмкін. Сондықтан жол қауіпсіздігін сақтау үшін барынша сақтық шараларын қабылдап, дөңгелектерді уақытында ауыстыруға назар аударыңыз. Акцияның 3 күнінде 2000-нан астам құқық бұзушылық дерегі анықталды. Көлік жүргізушілердің қысқы маусымда автокөлік дөңгелектерінің талапқа сәйкестігін тексеру, тас жолдарда жүргізушілердің көлік жүргізу тәртібін арттыру, жол көлік оқиғаларының санын азайту мақсатында облыс көлемінде қауіпсіз дөңгелек рейдтік акциясы өткізілді. Іс-шараның қорытындысы бойынша жол қозғалысы ережесін бұзудың 2279 дерегі анықталып, 69 автокөлік айып тұрағына қойылды. Оның ішінде көлік құралдарын пайдалануға тыйым салынатын ақаулары мен жағдайлары бар көлік құралдарын басқарудың 286 дерегі, белгіленген жүру жылдамдығын арттырудың 1297 дерегі, қауіпсіздік белдіктерін немесе мотошлемдерді пайдалану қағидаларын сақтамаудың 99 дерегі, жаяу жүргіншілердің немесе жол жүрісінің өзге де қатысушыларының жүруіне басымдық бермеудің 29 дерегі, сондай-ақ жаяу жүргіншілердің және жол жүрісіне өзге де қатысушылардың жол жүрісі қағидаларын бұзуының 175 дерегі анықталды. Төленбей жүрген айыппұлдары бар 2 жүргізуші жауапқа тартылды. Патрульдік полиция қызметкерлері бекітілген аумақтарын патрульдеу кезінде қорғау базасы арқылы төленбей жүрген айыппұлдары бар 2 автокөлікті тоқтатты. Құжаттарын тексеру барысында маркасы Volkswagen Jetta автокөлігінің 455.848 теңгені құрайтын 16, ал Toyota Issima автокөлігінің 3 төленбеген айыппұлы бар екені анықталды. Сонымен қатар, аталған автокөліктердің жүргізушілері көліктерін жүргізу құқығынан айырылған күйде басқарғандығы белгілі болды. Осыған байланысты 37 жастағы және 20 жастағы жүргізушілерге әкімшілік хаттама толтырылды. Автокөліктер арнайы тұраққа жеткізіліп, іс құжаттары мамандандырылған әкімшілік сотқа жолданды. Құрметті көлік жүргізушілері, айыппұлды уақытында төлеп, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтаңыздар.